Қайырлы күн, сәлеметсіздер ме? Сіздерге мен қазір InShot приложениесі арқылы қалай видеоны монтаждау керек екені жөнінде нақтылап көрсететін боламын. Себебі көп адам мына видеода музыканы қалай қояды, тағысын басқа деген сынды сұрақтар маған көп келеді. Сол себептен сразу же көрсетейін. Міне қараңыздар, мына InShot деген приложение. Соған кіреміз. Жалпы банағы тамақ пісіріп жатсаңыз да, бана таймпласт деген бар ғой. Соны да көрсетіп жіберейін. Сразу же міне камераға кіріңіздер. Менде енді iPhone, Samsung'та болған жоқ ондай приложение. Мына видеоны түсірсеңіздер, память көп алады да. Көп алады ғой, андай уақыт та көп алады. Қалай видеоны тез түсіресіз деп сұрақ қояды ғой. Міне мына таймпласт дегенді пайдаланып. Бұл жерде міне 2-лікке қойсаңыз жақындатып түсіреді. Ал егер 0,5-лікке қойсам уже алыстатып түсіреді, көрдіңіздер ма? Сол секілді осы таймпласты пайдаланамын. Видеоларымды бана 2 сағат, 3 сағаттық видеоларды небәрі 1 минутқа сыйғызып береді ғой тез-тез. И памятті алмайды. Сол жері күшті да бұл. Және тек кеттік ал. Видеоларыңызды алдын ала банағы звукпен, без звука түсіріп аласыздар. Одан кейін міне және тек коллаж жасау. Мына жерде 3 міне көрдіңіздер ме? Фото коллаж дейді да. Мына коллажға кірсеңіздер, например, мынандай коллаж жасаулар. Мен көбіне осы видеоны осы InShot арқылы монтаждаймын. Маған өте қатты ұнайды монтаждаған. Именно InShot арқылы өте ыңғайлы. Төбе жағында қараңыздар. Міне видео, фото, все деп тұр ғой. Всені басасыздар, потому что все деген ішінде фото да болады, видео да болады. Міне жердегі мына видеоны монтаждайыншы. Бұл жерде мен борщ пісіріп жатырмын. Міне қараңыздар. 2 минут 31 біршама минут түсірілген. Енді бұл ұзаққа кетіп қалатын сияқты что-то да. Сол себептен ұзаққа кететін видеолар міне. Мынаны түсірмей ақ қояйын. Міне мыналардың барлығын бүйтіп мыналардың бәрін өстіп белгілеп аламын. Міне қараңыздар. Бұл жерде уже чак-чак пісіріп жатқаным кетіп қалған сияқты. Немесе давайте чак-чак видеосын тезірек монтаждап тастайын. Мен алып тастайын да. Мына жерде мына видеоны алайық. Мен чак-чак пісіріп жатқан видеом. Сол видеоны пайдаланғым келіп тұр да. Чак-чакты ең соңында бана бумерангпен тағы бірдеме әдемі қылып түсіремін. Соны алып мына шетінде мына зеленый галочка тұр ғой, соны басып видеоны түсіріп аламын. Міне қараңыздар. Бұл жерде астында 40 минут 06 секунд. Көрдіңіздер ма? Видео. Осы видеоны 1 минутқа немесе 2 минутқа сыйғызатын боламыз. Енді бұл жерде мен не істеп жатырмын? Чак-чак пісірейін деп жатырмын, көрдіңіздер ғой, иә? Значит, бүйтеміз мына жерде. Мына видеоны қию керек. Бас жағында міне көрдіңіздер ма? Артық видеолар түскен. Ол видеоны қиып тастауымыз керек. Керек емес жерін қиып тастайсыздар. Міне бүйтіп ортасына апардым. Мына именно осы заттың үстіне бастыңыз. Басқан кезде мынандай жан-жақтар ақ болады. Міне төбе жағында размер, музыка, стикер, текст, фильтр, рип, міне обрезка, разделить, удалить, да? Именно разделитпен разделить етіп аламын. Міне 2 бөлек көрдіңіздер ма? Банағы бас жағы. Осы бас жағын банағыдай бастым. Міне басам кері, жан-жағы ақ болғаннан кейін удалитті басам. Все. Міне сразу же 2 жұмыртқадан басталды, көрдіңіздер ғой да. Мен қазір чак-чак пісірейін деп жатырмын. Сол видеоны түсіргенмін. Бұл жерде дауыс шығып жатыр. Дауысы азайту, міне қараңыздар. Төбе жағында міне удалить, разделиттің қасында объем деп тұр. Объемға барасыздар да, мына дауысын азайтып тастайсыздар осылай төменге. И мына оң жағында мына 1 галочка тұр, және де 2 галочка тұр ғой. 2 галочканы басасыздар, объем применить ко всем. Барлық видеоларда банағы дауысы азаятын болады, иә. Және де бұл енді бұл видео енді ұзақ баратын 31 минуттық видео. Бұл видеоны тезірек айналдырамыз. Скоростьті басамыз. Скорость деген төбе жағында скорость деп тұр. Соны бастыңыздар. Мына 1 бүйтіп апарасыздар. Қарайсыздар, иә, қаншалықты 28 деп айналдырдыңыз. Готово. Уже бұл видеом қаншалықты қысқарған? 51 секундқа. 51 секундқа. Бұл жерде борщтың керек емес, бана бәрін бір общий түсіремін, сосын разделить етіп осылай бөліп видео монтаждаймын мен негізі. Мына жердегі артықты удалить етіп тастаймын, үстінде удалитті басамын. Міне ендігі қараңыздар. 5 минуттық видео болып кетті. Мына біреуін қысқарттық біз 51 минутқа. Енді екіншісінде дәл солайынан қысқартатын боламыз. Бұл жерде объем қысқарды дауысы. Значит, скоростьті басамыз да, кеттік. Бұны 37 секундқа. Міне астыңғы төмен жағына қараңыздар. Длина видео 1 минут 07 секундқа қысқартып қалды. Ендігі қазір басынан бастап жүргіземіз. Міне қараңыздар. Тағы да бері қарата айналдырамыз. Размердің қасында музыка деген тұр, иә. Сол музыканы басамыз. Бір қыздар тамақ пісіреді ғой, тамақ пісіріп 2 жұмыртқаны аламыз деп, сол кезде мына жерде төбе жағында песни, звук, эффект банағы бөлек телефондағы, және де запись дейді. Міне солайынан қыздар осылай түсіреді, қараңыздар. Қайырлы күн, сәлеметсіздер ме? Бұл жерге 2 жұмыртқа аламыз чак-чакқа. Солай деп осылайынан сөйлеп видео монтаждауға болады, иә. Қайырлы күн, сәлеметсіздер ме? Бұл жерге 2 жұмыртқа аламыз чак-чакқа. Солай деп. Міне көрдіңіздер ма? Дәл осылайынан видеоларыңызды бана дауысын шығарып монтаждай аласыздар. Міне бұны удалить етіп тастайық. Қараңыздар, міне песни дегенге барамыз. Мен көбіне осыны пайдаланамын. Извлечь аудио из видео дейді. Мысалға бір видеоларыңыз болса, сол видеодан музыканы алып алсаңыздар болады. Немесе адамның сөйлеп жатқан сөздерін бана болады. Бір видеолар банағыдай мотивационный сөздер, мысалға мындай қайырлы таң, қайырлы күн тағы бірдеңелер видеолар көп қой. Бір соның ішінде міне Құралай мына кім еді, мына кісінің аты. Осылардың сөздерін алып алуларыңызға болады, короче. Егер де сондай керек болса, осынан аласыздар да, міне қараңыздар. Мына галочка тұр ғой, соны басып, бұның сөзін алып банағы монтаждап жатқан видеоларыңызға сала аласыздар. Немесе мен қалай видеоға өлең саламын, мына импортированное дегенді басамын. Бұл жерде менің сохраненный телеграм чатында, міне тағы да көрсетейін осыны, телеграм бөлек чатым бар. Тағы бірдеңе немесе банағы өлеңдеріне топ мюзик деп тұр, көрдіңіздер ма? Немесе мына жерде өлеңдер бар. Асыл жарым, мысалы осы өлең керек болса, бүйтіп мына төбесінде стрелканы басып,
міне қараңыздар, инчотқа лақтырамын осы өлеңді. Міне көрдіңіздер ма? Окей, міне инчотқа бана немене бана асыл жарым деген өлең түсті. Сол сияқты телеграм арқылы всегда осы инчотқа керекті музыкаларды салып отырамын. Енді мына жерден любой өлеңді таңдаймын. И міне өлеңді аламын да пользованиені басамын. Міне көрдіңіздер ма? Видеома уже өлең түсті. Міне көрдіңіздер ма? Және де бұл өлеңдерді банағы арасында бар ғой бір нақты бірдеңелер қосып жіберген, сөйлеп жатқан жеріңде дауысын естіткізгің келетін жерлерде осы видеоны да изменить етіп, дауысын азайтып, видеоны сондай бір дұрыстауларыңызға. Міне көрдіңіздер ғой, осыларда өлең жүреді. Енді қараңыздар, банағы музыканы өзгерту үшін дәл банағы салған музыкаңыздың үстінен басасыз. Міне басқан кезде жан-жағы ақ болады. Изменитті басасыз. Міне көрдіңіздер ғой, дауысын азайтуға болады. Көрдіңіздер ма? Дауысын шығаруға болады. Немесе мына өлеңді разделить етіп, міне мына жерде мысалға маған осылай айтқан жерлер ұнамайды. Сол жерлерін енді изменить етемін. Міне қараңыздар, изменить еттім. Міне осылайынан банағы сөйлеген жерлерін рэп сияқты жерлерін алып тастадым да тек қана қайырмасын қойып қойдым. Міне көрдіңіздер. Міне қараңыздар, бұл жерде мен досканы жуғанмын. Бәрін салып болғаннан кейін мына досканы жуған жерім маған, например, видеода керек емес та, рецепт салып жатқан жерде. Мен енді бұл видеоға барамын да разделить деймін. Бана именно досканың именно жуайын деп жатқаннан бұрын былай алдын аламын. Міне көрдіңіздер ғой. Өйстіп жүргіземін. Міне қараңыздар. И разделить етемін. Міне көрдіңіздер ғой. Екі ортасында құттай бөлігі осылайынан алып аласыз да удалить етесіз. Болды, дальше видеоларыңызды монтаждауға болады. И мына ыдыс-аяқ жуғаным керек емес маған да. Например, осы ыдыс-аяқ жуып жатқан жерлерін міне соңғы уже болды, осы жерден тоқтады. Тағы да разделить етіп, осы бір отрывокты алып тастаймын. Ыдыс-аяқ жуып жатқаным зачем ол? Все. Бұл жерде тағы музыканың дауысы ұнаған жоқ, сол себептен разделить етіп тастаймын, изменить. Кері обратынша астың жаны. Мен жерде мысалы баланың басқа бір баланың музыкасын қойып қойғанмын. Сол себептен бұл жерден у мама деген өлеңді алып тастаймыз. Музыка, міне қараңыздар. Міне у мама дегенді удалить етеміз. Міне қараңыздар. Арт жағында музыка жоқ, иә? Потому что видеода мен уже инстаграмға салған кезде ол видеода музыка бар. Значит, объем деген жерге барам, мына именно осы бөлшегін. Міне көрдіңіздер ме? Қолыммен басып бөліп алдым. Мен жерге барамда, қараңыздар. Мен жерге барамда объемды басам. Бұл жерде. Міне көрдіңіздер ме? Все, бұл жерде уже басқа өлең жүреді. Ендігі алдына барам. Текст жазам, чтобы күшті болу үшін, чак-чакты енді адамдарға қызық болу үшін бас жағына еще плюс банағы чак-чактың фотосын қоямын ең бірінші, потому что мына жерде қараңыздар, бүйтіп қатты басып тұрсаңыздар бұлар бөлінеді. Мынаны бүйтіп аламын да, ең соңғы керек маған, осы ең соңғы суреті керек, е. Осыны копия деймін. Міне копиясын өйстіп басып тұрып бері қарата ең бірінші алдына алып келемін, е. Чтобы сразу видео түскен кезде адам қызығып ең бірінші қарайтындай. Бүйтіп бұл маған ұзыннан керек емес, сол себептен разделить етеміз. Разделить, удалить еттім. Не көрдіңіздер ғой, тек қана бас жағы. Все. Мен жерге енді текст жазамын, чтобы адамдар кіріп сіздің видеоңызды қарау үшін жалпы бір қызықтыратындай енді бір дүние болу керек. Сол себептен мен всегда маған ұнайды, бана яркий цветтер қолданамын да. Ол текст дегенге барамыз. Чак. Рецептісі. Міне қараңыздар, енді бұл жерде міне қараңыздар, клавиатура, одан кейін қызыл жасыл көк болып тұр ғой. Бұнымен сіздер цветін өзгерте аласыздар. Бұл жерде текстің, міне текст деп тұрған жерде міне қараңыздар, қара бассаңыздар, ақ бассаңыздар, текстің цветін өзгертесіздер. Границадан мына шеті, граница деген мына шеттері, например, міне қараңыздар, ақ деп қарамен. Көрдіңіздер ғой? Тең деген жері тең түсіп тұратыны, және де этика дегені бұлай түгелімен цветін өзгертетін этика дегені. Мен бұл жерде көбіне бана көзге түсетін осы салатовый цветті пайдаланамын. Және де қараңыздар, заметьте, мына төмен жағында мынадай формаларын өзгерте аласыздар. Мына қоп қою қылып қоюыңызға болады, көзге түсетіндей. Мынандай қылауларыңызға болады, немесе мына дөңгелек, немесе мынандай. Маған көбіне осы ұнайды. Көрдіңіздер ме? Осыларды пайдалансаңыздар. Мына жақта мынандай түрлері бар. Өзіңіздің қалауыңызға қоясыз ғой. Және де міне көрдіңіздер ме? Астында көрініп тұр, сол себептен бұны осылай жабық тұратындай қылып, енді осылайынан өзіңізге ұнайтын қылып жабып қоясыздар. Чак-чак рецепті, міне көрдіңіздер ме? Көзге түсетіндей болып тұр, сол себептен осылайынан қойдым. Маған тек қана бұл чак-чак рецепт деген сөзі басына керек, е. Міне қараңыздар, ұзын болып кетті, разделить еттім. Все, удалить еттім. Или болмаса қысқартсаңыздар болады, бүйтіп қысқартсаңыздар өзі қысқартылады. Енді видеоларыңыз ең бірінші басталып жатқанда ғана уже сразу көзге түседі, көрдіңіздер ма? Ендігі дальше чак-чактың рецептісін. Мен жерге текст жазамыз уже жаңадан уже. Не көрдіңіздер ғой, не керек? Мысалы, мен чак-чак түсіріп жатырмын, сіздер мүмкін қазан тазалау, сіздер мүмкін қолөнер, немесе сырға жасау, бисерден бірдеңе істеу, сондай дүниелерді арналған кезде түрлі өзіңіздің описанияларыңызды жазыңыздар, немесе қызықты бір нәрсе жазарсыздар өздеріңіз. Короче, өз фантазияңызды қосасыз бұл жерде. Уже видео ең бірінші тұрған кезде
не керек, ең бірінші адамның көзіне түсетін дүние керек, көрдіңіз ба? Ең бірінші видео тұрған кезде мынандай болып тұрмау керек. Міне уже адам чак-чак рецепт деп жазылып тұр. Бана интересный да тұрсаңыз, ол кісі басып қарайды, обязательно просмотр болады, көрдіңіздер ғой. Ең бірінші обзор, бана көзбен көру керек қой адамдар. Осындай қылып, яркий қылып видеоларыңызды жасасаңыздар, дальше мына жерге текст қоямын мен, постоянно текст. Немесе стикер салсаңыздар болады, мысалға міне. Қазір мен сіздерге осы жерден стикер, постоянно стрелканы пайдаланамын, сол сияқты стикер. Немесе мына жерде көбіне сұрайтын адамдар маған фотоны қалай қоясыз? Фотоны сіз қалай қоясыз? Міне қараңыздар, мына жерде төбеде мына түртпішті тұр. Сол түртпішті басқанда выберите из камеры ролл дейді. Міне мен галереяма түсе аламын. Любой фотоны былайынан сала аламын, көрдіңіздер ғой міне? Любой бүйтіп форматта, бүйтіп қисайтып, бүйтіп әкеліп міне мен жерге көтеріп қоюыма болады, сөйтіп салсаңыздар болады. Міне мен қазір бұл жерге текстін жазамын бұйыртса, и дальше сіздерге көрсететін болады. Міне қыздар, қараңыздар, мен уже рецептісіне керекті қажетті ингредиенттерді жаздым. Жерде мысалға көзді ауыртатындай болып тұр текстті. Сол себептен мысалға этикетканы басамыз. Этикетканы басып тек ақ цветін таңдаймын. Ақ цветін көрдіңіздер ғой. Немесе қара цветін таңдап адамның көзін ауыртпатындай болу керек қой. Және мен жерде міне қараңыздар. Қара қылып немесе ақ қылып, короче айтқанда қатты яркий болмау керек. Міне көрдіңіздер ма? Осылайынан цветін өзгертсеңіздер болады. Немесе осындай цвет пайдаланып. Міне қараңыздар. Бұны астың жағына осылай төменге түсіріп қоямыз. Все, бұны бүйтіп созамыз. Міне қараңыздар, бүйтіп создым. Мен жерде уже нан илеп атқан жерімді басып жүреді. Сол себептен мына бір текстін аламыз да, үстінен басылып тұр ғой. Бұл текстті разделить етеміз де, екінші частын мына төбе жағына қоямыз. Көрдіңіздер ғой? Немесе бұл міне қажетті. Және де бұның цветін изменить етіп өзгертуге болады. Мысалы, бана фиолетовый қолданып, этикеткаға қазір мысалға фиолетовый емес, мен көкшіл цветін пайдаланайын. Мысалы, міне. Және де мен жерге ингредиенттен кейін текст деп тағы жазамыз, чак-чак рецепт деп. Қызықтырып екі ғана жұмыртқамен және де мына қақ ортасына түсетін қылайық. Ортасын цветін өзгертейік, давайте. Бұны төбе қоямыз. Міне қараңыздар. Осылайынан. Қыздар, қараңыздар, мен жерде тағы астың жағына маған чак-чактың мына сөзі керек, разделить етіп алдым бұл сөзді. Мен жерге түсіремін, бұны үлкен. Мына астында өлең жүріп жатқан өлеңнің описаниесін алып тастау үшін істеп жатырмын. Изменить. Бірге шығамыз қазір. Этикетканы бастым. Мен жерде мысалға мынаны бастым. Осылайынан уже басқаша қылып қойдым. Осымен видео монтаждалды. Ойбай. Мен жерде текст кетіп қалыпты, көрдіңіздер ма? Осы текстті бүйтіп аламыз да, мен жерге қоямыз. Ал кеттік. Қалай шықты екен. Мен жерге тағы текст қостым. Дайын туырып алған тестіні қуырып, ұлып тұрған майға золотистый етіп қуырып аламыз деп жаздым. Мына текстін бері қарата ығыстырамыз. Не қараңыздар, бүйтіп ығыстырсаңыздар болады. Мен жерде екі музыка қосылып кетті. Значит, мен жерде бана видеоның объемын қысқартамыз. Объем. Дальше. Міне қыздар, осылайынан видеоларыңызды монтаждап алсаңыздар болады. Бұл жерде өте көп дүниелер бар, пайдаланатын копиясын жасасаңыздар болады. Міне қараңыздар, обрезать, копия, замена. Немесе мына плюсты бассаңыздар, бұл жерге тағы да керекті дүниелеріңізді салсаңыздар болады. Міне көптеген дүние фильтрларды пайдалансаңыздар болады. Осылайынан видеоларыңызды монтаждап, парақшаларыңыз ең күшті деген интересныйларға шығып, ең мықты результаттарға шығуларыңызға тілектеспін. Пайдаларыңызға жараса өте қуаныштымын.